Қалайсыздар достар? Балалы болғалы вообще спальняға жатқым келмейді. Жерге түшсем ұйықтаймын. Үшін ұйқым нормально қанды. Бала түнде де жақсы ұйықтады. Оның үстіне сестренкам күшті қарап беріп жатыр қазірде. Мен кинодан келдім қазір үйге. Дракула деген кино көргендер бар ма араларыңызда? Енді ана кино масқара енді. Прям соның атмосферасын әлі шыға алмай отырмын үйге келіп. Представляете, мынау реальность маған қазіргі былай реальность қой енді өзіміздің мысалы ұнамай тұр кішкене, потому что ана кинода қалып қойдым мен әлі. Енді Дракула деген кинода жалпы ужастик деп айтты, бірақ біз кіретін кезде мен ужастик кино күтіп отырсам, бірақ вообще басқа кино, басқаша. Прям тапжылмай деген ой. Короче, қимылдамай орнымды көрдім до конца. Ана кино қатты өтті өзіме. Анау жігіт әйелі 400 жыл бойы соны іздейді, әйелін іздегеннен бұрын соны ғана күтеді ғой. Представляете? Ал бізде қандай? Реальностьта мына жақта сен жазбадың, сол үшін мен саған жазбадым деп жігіттер салыстыру. Қайырлы кеш достар, бүгін мен Нұрлыбек ағам туған күнде осындай сыйлыққа келгенмін. Қауіпті аромат деген. Қалай, братан? Туған күнмен еще раз. Ұнады ма сыйлық? Рахмет. Точно ма? Конечно. Міне мен екінші ағам, туған ағам Енар деген. Салам алейкум. Туған ағам. Міне мен Санат деген інім, туысқан інім. Қасымда тұрса ағам сияқты ғой. Қалай Нұрлыбек, туған күнмен брат? Үйге келдім, 3-ші серия шықты, қолдасаңыздар, ол да еңбек қой. Лайк пен комментарий жалко ма маған? Пожалуйста. Обедті осы жерден ішеміз. Күшті екен, мама. Қазір өзіміз тамақ заказ беріп қойдық. Осыдан шыққаннан кейін аңсарға сыйып отыр, ұйықтатпай жүрміз, папасы далада ойнап жатыр. Осы жерден шыққаннан кейін бұйырса мамаға кішігірім мама өзіне керек меректерін алып алады. Заттар, иә мама, иә? Киім, папаға алады үйге қазір. Соны қазір апортқа барып, шоппинг жасаймыз кішігірім мамаға. Сіз салонға барамыз или шашыңызды өзім қойып беремін ғой айтпақшы, шашыңызды өзім қойып беремін. Шашын бояймыз, ой. Мама Алматыға келсе обязательно әдемі болып кету керек қой, бұйырса. Не усек бар, папа, мама деп. Не бар деймін. Аған красты ма? Стамады ма? Вообще стамады, красты. Одан сен бітші шығып кеткен. Қатты білмейді бірақ, ә? Екі ақпын бұрын боядым. Онда не? Седалищный нерв. Седалищный нерв. Соған деді. Соны көрсету керек болады. Жақсы ортопедтер болса, білетін болсаңыздар жіберіп қойыңыздаршы маған. Үлкен кісілер қарайтын, жақсы, прям білікті мамандар. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін погода пасмурный болып тұр. Далаға шығып бара жатырмын. Папасы мен баласы ойнап жатыр далада. Далаға шығып кеттік кішкене. Апасына жабыса беріп келгелі ма? Апасы енді айтқан бәрін істейді ғой. Анау десе мынаны көтер десе, отырғыз десе, столға шығарады, бәрін істеп жатыр. Сонымен бізге келмей апасына жабыса береді. Сөйтіп біз алсақ жылайды. Өйткені біз айтқан істей бермейміз ғой. Вот. В общем, құтырып кетті бала. Сонымен папасы алып шығып жүр деп. Қазір қарын аштырып кіреміз, тамақ жегіземіз. Сонымен дальше неге барамыз? Базар жаққа барғанымыз керек. Мама бір-екі заттар аламыз дейді. Папаға заттар аламыз, кеше папаға алмаған болатынбыз. Вот. Үйге келдім. Трико дегендер алу керек екен. Рахмет әйтеуір маған дайретке жіберіп жатсыздар ғой. Жаңа маманың грыжасына байланысты. Врачтар жіберіп жатыр, емшілер жіберіп жатыр. Біреуін таңдадым. Ертең бұйырса көреміз. Ертең бірақ демалыс екен ол кісілерге. Вторник күні мама қалып жатса, вторник күні апарамыз. Мұрнына жер массаж алуға. Ассаламу алейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ұйқының планын орындадық. Енді кішкене пробежкаға шықтым қазір. Жүгіріп қайтайын, дыхалканы ашып. Бұйырса жақында айтқандай бокстан менде жарыс